Сиыр мен түйе сүтінің қайсысы пайдалырақ? Сиыр сүтінің зиян екенін білсек те, оны күнделікті тұрмыста жиі тұтынамыз. Немесе одан жасалған май, ірімшік, құрт сынды өнімдерді жейміз. Олардың барлығы болмаса да көп бөлігі сиыр сүтінен жасалады. Олай болса, сиыр сүтімен ғана шектелгеніміз дұрыс па? Сиыр сүті. Майлылығы 3-6%. Әлемде ең көп таралып, көп тұтынылатын сиыр сүті. Ол айтарлықтай тәтті. Оның құрамында адамға қажет амин қышқылдармен қамтамасыз ететін құнарлы ақуыздар, сүтті май, А1, 2, 12 дәрумендері, кальций, калий бар. Соңғы аталғандары сүйектің саулығын қамтамасыз етеді. Сиыр сүті қан аз болғанда бүйрек, жүрек қан тамырлары ауруы кезінде көмектеседі. Өкінішке орай, бұл сүт барлық адамға бірдей жаға бермейді. Бар мәселе ересек адам ағзасының сүт құрамындағы қантты еріте алмайтындығында. Мұнымен қатар, сүт ақуызын көтере алмайтын кездер болады. Егер сүтті ішкен соң ішіңіз кепсе, оны жартылай қышқыл сүтті өнімдермен алмастырыңыз. Түйе сүті. Майлылығы 5%. Ол орталық Азияда және араб мемлекеттерінде кеңінен танымал. Егер біздің елге қонаққа келсеңіз, міндетті түрде дәмін татып көріңіз. Ол сиыр сүтіне ұқсағанымен бір шетінен тұзды, бір шетінен тәтті, пайдалырақ. Оның құрамында кальций, калий, натрий, фосфор және амин қышқылдар өте көп. Ол көп уақыт сақталып, ыстық ауа райында бұзылып кетпейді. Құрамында сиыр сүтімен салыстырғанда лакто және бифидобактерийлер аз болса да, антибактериялық заттары өте көп. Ол ағзамыздан канцерогенді заттарды сыртқа шығаратындықтан, онкологиялық ауруларда пайдасы мол. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.